Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Хаммер мотоциклінің таныстырылымы. Роллдан бастайық. Қара свет. Мына жерде жаңағы роллдың қорғаныш защитасы бар. Роллды жығылған кезде мұны екеуінің ортасын майысып кетпеу үшін мындай темірі бар. И сосын щитогы өзгеріске ұшыраған қымбат щиток, дизайн әдемі. Кілті мындай міне. Кілті қымбат көрінеді. И сосын кейін мына жердегі темір өте әдемі. Хаммердің осы жері ұнайды. Осыны мықты жасаған. Мына шырақтарды білесіздер. Дүзу алдыға түсіреді үлкен шырақты, одан астыға. Мынау маркайт. Бұл бұрылу шырақтары. И мынау абаринка бар. Қосып көрек қазір. Міне. Мынаны білесіздер. Моторды өшіріп қосу. Төмен тұрса мотор қосуға болады, бұлай тұрса өшіруге болады. Мынау статор. Мынау жаңағы үлкен шырақ, одан кейін ортадағы кіші шырақ. Логотип не осындай. Хаммер. Көк светінде мұндай. 2 жүгіп. Ал мұндай қызыл күрең түсінде осындай болады. Көп кісілер қараға құмар, сондықтан қараны түсірейік. Хром темірден багажник бар, жүк салғыштар бар. Сосын артқы қорғаныш темірі бар. Бұлар мықты орналастырған. Шырақтың да қорғаныш защиталары бар. Амортизатор, әдеттегідей амортизатор. 2 жүгіп. Диск, титанкой дискі, тормоз, барабанный тормоз. 325 покрашканың қалындығы. Протекторы енді қатты дәу емес, бірақ болады. Мотор қара свет, Хаммер деген ойып жазылғаны бар. Аяқ тормоз күштелдің үстінде. Сосын кейін алдында да несі бар. Қоржыны бар. Хром темірден, защиталар мықты. Алдыңғы покрашка 318. Титанковый дискі, барабанный тормоз. Амортизатор, әдеттегідей амортизатор. Өзгешелік жоқ. Шырақтары алдыңғы пары әдеттегідей қарапайым. Мотор міне осындай. Хаммер деп мына жерде де ойып жазылғаны бар, сосын 2 жүгіп деген жазу бар. Бүгін дала жаңбыр болды, мотоциклдерді біраз далаға шығарып, бұлар сатылып кеткен мотоцикл болғандықтан тексерістен өткізгенбіз. Сол себепті батпақ айып етпеңіздер. Сұр түсетін тек қана сұры деймін ол қызыл күрең. Қызыл күрең свет әдемі көрінеді. Бұған да қызығушылық зор. Міне щиток жанған кезде осындай тұрады. Ал көгімізде осындай. Әдемі көрінеді, өте әдемі. Маған өз басыма осы көк ұнайды. Қазақстан түс. 2 жүгіп. Міне мотор осындай. Сосын кейін бір артықшылықты айтып кетейін, басқа мотоциклге ұқсамайтын бұл. Септің астында осындай не қосып береді. Одан подаркаге сеп жүреді, мафон жүреді, звездочка жүреді, подаркелері көп. Каскасы бар, каскасы де мықты каска. Каска жайлы арнайы фото бере кететін боламын. Или сіздер үшін арнайы түсіремін касканы. Ал енді заказ бермекші болсаңыздар, тауар жеткілікті. Бұл ғана емес, тағы да көп.
арзан тиімді бағада және документпен мәй дегенді қақпайсыз, документпен жүруге болады. Хаммерлердің жағдайы осындай. Негізі мықты мотоцикл көп өзгеріске ұшыраған, өзінің қатарластарынан қалып қоймайтын деңгейде. Әсіресе щиток өте әдемі. Заказ беріңіздер және біздің Moto Қазақстан Инста парақшасына тіркеліп кетіңіздер. Сонымен 234 KZ деген сайтымыздан запчасты тікелей завод бағасын алуға болады. Алматыдағы ең үлкен запчасты дүкен 234 KZ деп өздеріңіздің WhatsApp немесе Chrome браузеріне теріп көріңіздер. Сайтта бәрі бағасымен, фотосымен, видеосымен берілген. Тауар көп мөлшерде жеткілікті. Документпен мотоцикл армандаған болсаңыздар, міне Hammer деген мотоциклді ұсына аламын. Складта тауар жеткілікті. Міне каска осындай. Жылы каска. Hammer деген жазуы бар. Артында міне мындай Hammer деген жазуы бар. Сосын кейін звездочка, оригинал звездочка мынау. Жаңа запчасть сататын жерден алсаңыз, бұл арзан-құрзаннан ақ келеді да. Олар сынып тоқтамайды. Тістер ұшып тоқтамайды. Ал мынау ондай емес. Ал сеп те сондай, оригинал сеп міне. Подаркеге міне, мынадан артық не керек? Міне өзінің оригиналымен 1-2 жыл жүрсеңіз, мынамен 1 жыл жүрсеңіз, сізге яғни 3 жыл сеп жайлы, звездочка жайлы бас қатырмайсыз міне. Міне подаркілері күшті. Мафоны бар енді.